Ильяс пайғамбар, алейхиссалям. Сүлеймен пайғамбар Бақиға аттанған соң, Исраил ұрпағы Яхуда және Исраил болып екі мемлекетке бөлініп кетті. Олардың бөліну себебі таққа таласу, күпірлік пен дінсіздіктен туындады. Яхуда елі Құдыста қасиетті аманаттарды көздің қарашығындай сақтап, ел арасында діни насихат дұрыс жүргізгендіктен, олар ұзақ уақыт бойы беріктігін сақтай алды. Ал Исраил мемлекеті Хазірет Мұсаның шариғатымен амал етпей, пұтқа табынып, адасып кетті. Кейбір деректерде осы пұттарының биіктігі 6 аршын ұзындықта болғандығы және оның алтыннан құйылғандығы айтылады. Оның аты Бағыл. Йемендіктердің тілінде Рабб, қожайын деген мағынаны білдіреді. Бұл көне Сәми қауымдарының құдай атауы. Құранда Хазірет Ильяс пайғамбардың есімі бір аятта Ильяс деп кездессе, енді бір аятта Ильясин деп кездеседі. Ақиқат жаршысы Ильяс оларға Исраил елі адасып пұтқа табынған кездері пайғамбар ретінде жіберілді. Ол пайғамбарлығын жария етер етпес, халық арасында пұтқа табынудан бас тартып, Хазірет Мұсаның шариғатын қайтадан берік ұстануға шақырды. Олардың ата-бабаларына Хақ Тағала үлкен нығмет беріп, алпауыт ел екенін естеріне салды. Егер осы қылықтарынан бас тартып тәубаға келмейтін болса, көп ұзамай жаратқанның қаһарына ұшырап, бастарына пәлекет келетіндігін қатаң ескертті. Құранда, әрине, Ильяс елшілерімізден еді. Сол уақытта еліне Алладан қорықпайсыңдар ма деді. Ерекше жаратушыны қойып, Бағыл атты пұтқа табынасыңдар ма? Алла сендердің де, бұрынғы аталарыңның да Раббы деп, оның халқына қалай ескерту жасағаны туралы айтылады. Алайда, Исраил халқы оның сөздеріне құлақ асқанның орнына, оған қарсы шығып, аузына келгенін айтты. Сонда Хазірет Ильяс Хақ Тағалаға қолын жайып, Аллам, Исраил ұрпақтары сөзіме құлақ аспады. Олар сенен өзгеге құлшылық етуде. Ендеше сен оларға берген нығметіңді қайта ал деп дұға етеді. Сол кезде Алладан уахи келіп, біз олардың ризығын сенің қолыңа тапсырдық дейді. Хақ пайғамбар, Аллам, ендеше оларға бұдан бұлай жауын берме деп дұға етті. Артынша жауын тоқтап, жер бетіне бір тамшыда жауын жаумады. Осы қуаңшылық 3 жылға жалғасты. Исраил елінің малы жаппай қырылып, бау-бақшалары қурап, егіс даласы шөлге айналды. Олар күндер өте келе осы пәлекеттің бәрі пайғамбарға сенбегендіктен болғандығын аңғарып, Ильястан кешірім сұрап, дініне кіріп, хақ жолға түсе бастайды. Хақ Тағалада сол шақта олардың төбелерінен төнген нәубәтті алып тастап, мол жауын нәсіп етті. Исраил ұрпақтары бір мезгіл тура жолда жүріп, мол байлыққа кенеліп, қорасы қойға, даласы өнімге толған шақта беттері семіріп, тура жолдан тайып, есіре бастайды. Бұрынғы пұттарына табыну қайта белең алды. Ильяс пайғамбардың сөзіне құлақ асуды қойды. Хазірет пайғамбар оларға, тура жолда боламыз, қайта пұтқа табынбаймыз деп уағда етіп едіңдер. Қайда сол уағдаларың дейді. Олар, осы әңгімені доғарсақ қайтеді. Біз 6 аршын алтын пұтымызды қалай ғана қиып сенің жолыңмен қашанға дейін жүре бермекпіз. Сен де бұдан бұлай біздің алдымызды кесуші болма деп қоқан-лоққы жасайды. Осыдан кейін Ильяс Хақ Тағаладан бұл елден кетуге рұқсат сұрады. Алла Тағала рұқсат берген соң, ол елді тастап, басқа жаққа хижрат етті. Сол жақтағы елді мекендерде Тәуратты жасырын үйрете бастады. Кейбір деректерде Ильяс пайғамбардың ажалы жетіп өлгені айтылса, кейбір ғалымдар оның көкке көтеріліп, әлі күнге дейін бұл өмірде өмір сүріп жатқандығы айтылады. Әйтсе де, ақиқаты жалғыз Аллаға ғана аян. Хазірет Ильяс өз міндетін толығымен атқарып, бұл өмірден көшкенде, Хақ Тағала сол елге Хазірет Әлиясаны пайғамбар етіп жіберді.